Қуыршақтар туралы бірінші бөлім аздай. Бұл жолы қуыршақтар одан да жынды. Ендеше екінші бөлімді бастаймыз. Қорықпа, бірақ сақ бол. Бала кезден бері бізге қуаныш сыйлайтын, жүзіне еріксіз күлкі үйретін сүйкімді дүниелер. Плюш аюлар, сүйікті мультфильм кейіпкерлері, түрлі түсті қуыршақтар, бәрі біздің жанымызға жақын. Кей ойыншықтар бар. Оларға қарап, денең тітіркеніп, жүрегің дүрсілеп кетеді. Қараған сайын ішінде бір суық сезім бойыңды билейді. Бұл ойыншықтар қуаныш емес, таза қорқыныш сыйлайды. Олар түнгі түсіңе еніп кететіндей, көзіңді тайдыра алмай қарай беретін, бірақ сонымен қатар қарауға да қорқатын жан түршігерлік заттар. Кім ойлап тапты бұларды? Не үшін? Кімге арналған? Бұны ешкім нақты білмейді, бірақ олардың бар екені ақиқат. Бүгін біз сізбен бірге ең қорқынышты, ең түсініксіз, ең мазасыз ойыншықтар әлеміне саяхат жасаймыз. Экранға жақын отырыңыз, себебі бұл видеодан кейін сіз бұрынғыдай ойыншықтарға сеніммен қарай алмайсыз. Джоли Чимп. Атына қарап, көңілді шимпанзе екен деп алданбаңыз. Ол шынымен де көңілді сияқты көрінуі мүмкін, бірақ тек сырттай ғана. Оған бір қараған сәтте-ақ монитордан шегініп, артыңызға бұрылып қарап алғыңыз келіп кетеді. Бұл ойыншық кездейсоқ ойлап табылған жоқ. Оның түпкі шабыт көзі 19 ғасырда көше музыканттары. Сол заманда көшелерді кезіп, аспаптармен өнер көрсететін адамдар көп болған. Ал ең қызығы, олардың жанында кішкентай капуцин маймылдары жүретін. Иә, дәл сол кішкентай қара ақ түсті маймылдар. Қолында 2 тарелка ұстап, ритммен соғып тұрады. Осындай көріністі көрген жұрт жиналып, қызығып қарайтын. Ал ойыншық жасаушылар үшін бұл көрініс нағыз шабыт көзі болды. Ал 1950 жылдары жапондық Дайсин Сейкей компаниясы алғаш рет осындай ойыншықтарды шығара бастады. Жұмыс істеу принципі қарапайым. Шимпанзенің басын бассаң, ол тістерін ақситып, қорқынышты дыбыс шығарып, тарелкаларын сатырлата бастайды. Бастапқыда бұл күлкілі әрі көңілді ойыншық ретінде жасалған еді, бірақ бірдеңе дұрыс болмады. Оның қимылдары біртүрлі, жансыз, көз қарасы терең емес, бос кеңістікке қадалғандай. Былай қарасаң, мұндай қорқынышты ойыншық ұмыт болып кетуі керек еді, алайда бәрі керісінше болды. Ол күтпеген жерден танымалдылыққа ие болды. Қазір оның түрін шығаратын компаниялар өте көп. Бір нәрсе анық, Джоли Чимп тек ойыншық қана емес, жаһандық поп мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналған құбыжық. Ол түрлі фильмдерде, сериалдарда, тіпті видео ойындарда да кездесіп тұрады. Қайда көрсең де артыңнан біреу қарап тұрғандай сезім қалдырады. Танысыңыздар, бұл ойыншық емес, бұл фейсбэнк деген құбыжық копилка. Иә, кәдімгі тиын салатын жәшік, бірақ бұған ақша салмайсың, тамақтандырасың. Бет әлпеті сұмдық, былай қарасаң жай ғана бет пішіні сияқты, бірақ нақты біреудің терісін созып, холстқа жапсырып қойғандай көрінеді. Ал көздер ше, кішкентай, дөңгеленген. Ұзақ қарап қалсаң, өзіңді жоғалтып аларсың. Бір қуантқаны, саусағың үшін алаңдамайсың. Іші қарапайым механизмнен тұрады. Сондықтан қанша аш болса да, сенің қолыңды жей алмайды, тек ақшаңды ғана жейді. Baby loves a lot. Егер дүниеде бір ойыншық расымен де қараңғы күштерді шақыра алатын болса, солардың бірі дәл осы қуыршақ. Бетіне бір қараңыз, кәдімгі Чаккидің құпия туысы сияқты. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Нағыз сұмдық, сіз оның күлкісін естімейінше басталмайды. Күлкі бұл қуыршақтың басты қасиеті. Ескі жарнамада диктор шаттана айқайлап, бұл қуыршақ кімнің қасында болса да барлығы күліп көңіл көтереді, дейді. Кешіріңіз, бірақ біз бұған аса сенбей тұрмыз. Керісінше бір түрлі салқын сезім бойды алып кетеді. Бұл қуыршақты жасаған компания Ремко. Ол 1940 жылдары құрылған. Ұзақ уақыт балаларға түрлі ойыншықтар сыйлап келген. Бірақ бәрі 1971 жылы күрт өзгерді. Компания банкрот болды. Ал енді келесі қуыршаққа дайынсыз ба? Baby Secret. Бұл қуыршақ YouTube пен асмр трендтері пайда болмай тұрып-ақ жасалған. Бірақ сеніңіз, оның сыбырлаған дауысы
арқаңыздан мұздай су құйып жібергендей әсер қалдырады. Алғаш рет бұл қуыршақ дүкен сөрелерінде 1965 жылы пайда болды. Бастапқы идея шын мәнінде өте тәтті еді. Балаға құпиясымен бөлісетін жақын дос жасау, түнде жастықта бірге жататын, сыбырлап сөйлейтін қуыршақ. Бірақ жүзеге асуы мүлде басқа сезім сыйлайды. Биг Ло 1963 жылы Рождество мерекесіне арнайы шығарылған алып робот. Бағасы $10. Ол кез үшін бұл аз ақша емес. 90 сантиметр биіктікте болатын бұл ойыншық 10 түрлі фраза айта алады. Көздері жанып тұрады. Қолы мен кеудесінен резеңке снарядтар атып жібере алады. Былай қарасаң қызықты, тіпті әсерлі ойыншық. Saucy Makes Faces. Келесі қуыршақ ерекше. Ол адамдарды екіге бөледі. Бірі оны жан тәнімен жек көреді, екіншісі қызығып тамсана қарайды. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, сіз қай тараптасыз? Бұл қуыршақ алғаш рет 1973 жылы шыққан. Өндіруші Mattel компаниясы. Бағасы $14. Ең басты ерекшелігі бетін бұрмалап, күлкілі әрі қорқынышты мимикалар жасай алады. Оған батарейка да керек емес. Қолмен бұрап қойсаңыз жеткілікті. Бұл қорқынышты қуыршақ клоун кейпінде. Көпшілікке түсіндіру қажет емес шығар, бірақ біз тағы да нақтылап өтейік. Рональд Макдональд әлемге танымал Макдональд мейрамханалар желісінің ресми маскоты. Ол балалар мерекелерінде көрінеді. Дос сияқты көрініп, мейірімді кейіппен күлімдейді. Бірақ бәрі әрдайым солай бола бермеген. 40-50 жыл бұрын дәл осы кейіпкерге арнап арнайы ойыншықтар шығарылды. Идея тамаша, бірақ орындау қорқыныш тудырарлықтай. Түнде төсегінің жанында осы қуыршақ отырса, ұйықтау түгілі тірі қалуын қиын секілді. Стоматологиялық қуыршақтар. Сонымен соңғы рет жүрегіңізді бір шайқап алайық па? Қорыққыңыз келмесе де, енді жол жоқ, қарап шығыңыз. Тек тым ұзақ тесіле қарамаңыз, өзіңіз-ақ сіз үшін алаңдаймыз. Ал енді мына жайтты біліңіз. Бір түрлі ойыншықтарды құрастырған адам жай есі кеткен біреу емес. Олар оқытуға арналған. Балаларға ауыз қуысын күтіп баптауды үйрету үшін жасалған. Әр тісті мұқият қарауға, тіс щеткасымен дұрыс тазалауды үйренуге арналған. Тіпті тіс жібін қолдану тәсілінде көрсетуге болады. Енді ақырында бәрі түсінікті бола бастады, солай ма? Пайдасы бар екені сөзсіз, біз оны жоққа шығармаймыз. Сонымен бүгінгі видео сізге ұнаса, қолдап лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпа, жақсы ма? Сіздердің қолдауларыңыз маған келесі видеоны дайындауға үлкен шабыт алып келеді.